Біз қазір спорт залға қарағанда мешітті көп саламыз. Құрып отырған далада жүріп спортпен шұғылдануға болмайды ғой. Онымен мойындауымыз керек, ауылдан келген балдардың сауаты өте нашар. Егер фамилиясын қате жазады десем, сіз сенбейсіз. Осы аптада Шымкент қаласында бокстан біздің Қазақстан чемпионаты басталды. Елімізде тұңғыш рет ерлер мен әйелдер командасы рингке шықты. Жалпы бүгінгі таңда біздің боксшыларымыздың қауқары қандай? Енді өздеріңізге белгілі біздің Қазақстан боксы осы тәуелсіздік алғалы бері қарай олимпиадалардан бірде рет медальсіз келген жоқ қой. Оның өзі де біздің бокстың деңгейінің жоғары екенін көрсетеді. Әзір одан төмен түсе қойған жоқ ол боксты. Сол кездегі құрама командалар енді қазір міне бір жылға таяп баратыр. Қазір қандай өзгеріс болып отырғанын айта қою қиын. Енді көреміз, осы ертең жексенбі күні ең соңғы жарыс өтеді. Соның бәрінде сарапқа салып айтылады ғой, қазіргі осы жағдайға байланысты қандай мүмкін жаңағы спортшылар шығуы мүмкін. Олардың бәрі сол болашақ Қазақстанды Азия, әлем біріншіліктеріне, олимпиадаға, келесі жылғы олимпиадаға жолдама алатын жастарымыз болады деп ойлаймыз, енді оның бәрі. Амалбек мырза, сіздің жаңағы шәкірттеріңіз Абылайхан Құсайынов пен Батыр Жүкенбаев кәсіпқой боксқа кетті. Бүгінде ол жігіттер немен айналысып жүр? Ол екеуі ғана емес. Бізде қазір 5 спортшымыз бізді бітірген балалар Америкада. Бұрын Канадада болды, кейбірі сол Америкада. Солардың қазір үздік осындай көрсетіп атқан біздің Батыр Жүкенбаевтың да. Абылайхан да Батыр да Америкада, иә? Абылайхан да, екеуі де бірге осы жақында ғана осында жарыстар болды. Қазіргі енді бұлардың деңгейі осы өздерінің сол кәсіби бокспен айналысқан уақытына қарағанда екеуі де өте жоғары дәрежеде. Екеуі де жеңіліссіз жақсы нәтижемен келе жатыр. Мынау Америка құрылымындағы аймақтық мынау белбеулерге еге болып жатыр. Батыр енді бұлардың енді ғана мынау әлемдік деңгейге шығуға уақыттар келді. Енді Алла бұйыртса, баптары келді, уақыты енді тәжірибе керек қой. Себебі ол мынау кәсіби бокстың ерекшеліктері өте көп. Енді 12 раунд шыдау, оған өте үлкен төзімділік керек. Жаңағы үлкен функционалдық, жаңағы дайындық өте жоғары қажет. Себебі 12 раунд бойы жаңағы соққы алу деген, сол соққы төзу деген ол екінің бірінің қолынан келмейді ғой, сондықтан өте үлкен жігер керек. Біздің жігіттердің жалпы дайындығы да бәрі де өте жоғары. Олар Алматыға келген сайын осында келіп, кездесіп олармен мен тұрақты хабарласып тұрамын. Алла бұйыртса, енді солардың бірі сол әлем жеңімпазы болып, Қазақстанның туын көтереді деген үлкен ойдамыз. Пандемияның кесірінен Токио олимпиадасы біздің кейінге шегерілді. Жалпы келесі жылы 4 жылдықтың басты додасындағы біздің бокс саласындағы мықты фавориттер деп кімдерді атай аласыз? Ерте бастан палашудың қажеті жоқ деп ойлаймын мен. Енді амандық болса, осы біріншілік ертең Шымкентте болып жатқанды көрсетеді. Содан кейін уже баға беріп, тиянақты айтуға болады. Мына азаматтан, мына біз боксшыдан осыны күтуге болады деп. Бірақ енді келесі жылы міндетті түрде өтеді деп уәде беріп жатыр ғой. Ол Токионың жаңағы басшылары, олимпиада комитетінің басшыларының бәрі. Сондықтан да ол енді олимпиаданың болатын міндетті түрде амандық болса, уақыт келгенде жарыстан кейін баға беріп айтуға болады оларға толық кімнің қандай дәрежеде болатын. Біздің мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев соңғы кезде бұқаралық спортты дамытуды қолға алу керек екенін көп насихаттап жүр. Жалпы бұқаралық спортты дамыту үшін не істеуіміз керек? Бұл өте көкейкесті сұрақ. Шындығында да естеріңізде болса, осы елбасының өзі біздің халықтың 30% спортпен шұғылдану керек деген бір осындай міндет артты ғой. Оның бәрі де дұрыс. Бірақ міндет арту бір бөлек, ал соның іске асыру ол екінші үлкен жұмыс. Әлбетте, құрып отырған далада жүріп спортпен шұғылдануға болмайды ғой. Өзі совет кезінде деген мектептерде бәрі қай бір мектеп болмасын, кішігірім, олардың үлкен кіші өзінің спорттық залдары болды. Сол залдары міндетті түрде спортпен шұғылдану, сол кездегі мектептің өзінде талап өте күшті болатын. Қазір мектептерде спортқа деген ондай талап жоқ.
Қазір тек сол білім, оқу деп жатыр. Ол енді оқыту дұрыс нәрсе. Бірақ ол спортсыз. Қазір солардың пайдалану несі өте төмен. Мысалы үшін сол спорт залдардың өзінен. Біздер өзіміз сол спорт залда дайындалып, сол спортқа құмарлық сол кезде пайда болды. Жылына бізде 80 бала оқу бітіреді. Олар әрқайсысы өз мамандықтарынан, жаңағы бокстан, күрестен, жеңіл атлетика бар, жүзуден, солар бәрі жаңағы диплом алып шығады ғой. Жаңағы оқытушы, жаттырушы деген. Олар әлі оқытушылық мүмкіндігі бар, жаттырушы болып істеуге де болады. Біз оларды еш уақытта сол ауылға бар деп, біз оларға направление беріп жасалмаймыз. Ал совет кезінде ол міндет болатын. Бізде енді мемлекет тарапынан ғой, мысалы үшін әр балаға жылына 1.300.000 астам ақша бөлінеді. Әр балаға мемлекеттің тарапынан. Ол солардың ішкен тамағы, жаңағы осы барлық расходтар осы жердегі шығын, шығынды есептеп келгенде сол шамада. Ол аз ақша емес қой. Мысалы үшін 7 сыныптан оқыған бала бізде 8 жыл оқиды. 2 олимпиадалық цикл өтеді. 7 сыныптан кейін 5 жыл мектепте, 3 жыл колледжде. Ал енді сол балдарды неге біз міндетті түрде сол жерде сол мемлекеттің тарапынан оқытқаннан кейін, соларға барлық жағдай жасап отырғаннан кейін мемлекет, неге біз міндетті түрде 3 жылға жаңағы оларға бағдарлама беріп, направление беріп, сол ауылға жібермеуге. Одан кейін ол екінші жағы, ауылға барған бала ол көшеде қалмау керек. Оған ерекше жағдай жасау керек. Енді ауылға барып тұрақты болып қалу үшін ең бірінші оған пәтермен қамтамасыз ету. Сондықтан бұлардың ауылға барып тұрған үшін олардың айлықтарын, мысалы үшін тым болмаса 1,5 есе көбірек айлық төлеу керек, қызықтыру керек қой. Ал енді сол 3 жылға барған бала, оның міндетті түрде болмаса, оның дипломы жаңағы заңсыз деп есептеу керек. Енді мемлекет тарапынан бір шара болу керек қой, ауылға жаңағы жетіспей жатқан сол ауылдағы спорттың несі. Немесе ақша бөлінді. Біз бас жағының бәрін жақсы жасаймыз да, аяғына дейін жетпей қалған. Сондықтан да ол бірінші мәселе, солардың тым болмаса бір 30% тұрақтанып қалатын болса, олар енді 3 жыл деген аз уақыт емес қой. Сол кезде мүмкін сол жерден ол отбасын құруы мүмкін. Басқа да жағдай мүмкіндігінше балаларды өзінің туған еліне қарай жіберуге тырысу керек. Бізде енді Қазақстан түкпір-түкпірден келеді ғой. Соларды сол өзі қай жерден келді, сол жаққа жіберуге тырысу керек. Өзінің ата-анасының алдында, туған-туыстарының алдында қалып, үйреніп қалуы мүмкін. Даже 30% қалғанның өзінде ол үлкен жеңіс. Жыл сайын жіберіп отырсақ. Екінші мәселе, бізде мемлекет тарапынан қазір енді өзіңіз білесіз ғой, бізде мына 100 мектеп деген бағдарламалы болып жатыр. Қазір мысалға қазіргі мен өзі құрылысшымын ғой. Құрылыс технологиясы бойынша спорттық кесенелер салудың ешқандай қиындығы жоқ. Ол көп шығында да талап етпейді. Әрбір ауылға сондай бір жаңағы спорттық кесенелер дайын жасауға болады. Барлық спорттың түрі болмағанымен бізге ең қажетті, біздің қазақтың сүйіп неғылатын спорттар ол бокс, күрес, жаңа волейбол ойнайды, теннис ойнауы мүмкін, штанга көтереді. Оның бәрі де бір кішірек қана бір жаңа осындай ненің ішінде, залдың ішінде ораластыруға болады ғой. Бұның бәрі үлкен бір мемлекеттік тиянақты бағдарлама болу керек. Міндеттейтін. Оның бәрі ол біздің мемлекеттің қазір құдайға шүкір ондай мүмкіндігі бар. Барлық әрбір ауылды, оның ішіндегі мысалы үшін 4-5 ауылдың ішінде бұрын орталық болған үлкен село болады ғой, ортасы. Өрді бір орталық үлкендеу қылып, салып, өрді жарыстар өткізіп, ұйымдастыруға. Мемлекеттің тиянақты бағдарламасыз бұл нәрсені көтеріп, бізде жалпылама спорт іске асады деп айта алмаймын мен. Именно жаңағы осы менің өзім түсінігімдегі, менің осы айтқан мәселелерімді тиянақты түрде соны заңға кіргізіп, солай міндеттеу керек бала. Почему неге біз Қазақстанда тұрамыз, осы жерде мемлекет бізді асырап жатыр, мемлекет бізге жағдай жасап жатыр. Немен мемлекеттің тапсырмасын біз орындамаймыз? Біз қазір спорт залға қарағанда мешітті көп саламыз. Біз үшін ол сондай бір міндет, как будто мешіт салсаң сіздің сразу анау пешке баратындай бізге уже сондай бір уағыздар жүреді да, кім мешіт салса сол пешке барады деп. Енді кім біледі, кім қай уақытта қай жерге баратынын. Мен қарсы емеспін мешітке, мешітте салыну керек. Бірақ қазіргі кезде мынау жастарды көбірек спортқа тарту керек та, спортқа бейімделген жастардан бұлай жаманшылық мінездер шықпайды. Ол спортта себебі спортшы болу үшін ода тәртіп
болу керек. Біз мысалы үшін өзіміздің оқу орнында ең бірінші орынға мен балдармен бірінші кездескен кезде ата-анасының алдында да қоятын бірінші тәртіп, екінші оқу, үшінші спорт. Себебі спортты неге үшіншіге қоямыз? Ол өзінің таңдаған спорттың түрі болғаннан кейін ол қаласа да қаламаса да ол спортпен міндетті түрде айланысы керек. Біздің талап бойынша бізде мысалы үшін күніне 2 рет жаттығу, таңертең кешке. Кемінде 4 сағат ол күніне спортпен айналысады. Сондықтан да оның толық барлық мүмкіндік бар. Ал енді білімсіз енді білесіз ғой, білімсіз ешқандай болашақ болу мүмкін емес. Ол спортшы ма, кім оған қарамайды ғой білім. Сондықтан да біз мүмкіндігінше тырысамыз. Бірақ өкінішке орай, онымен мойындауымыз керек, ауылдан келген балдардың сауаты өте нашар. Егер фамилиясын қате жазады десем, сіз сенбейсіз, онда мен сізге көрсетіп бере аламын ауылдан келген балдар. Себебі базалық білім жоқ. Себебі біздің ата-аналар өкінішке орай, көп ата-аналар ойлайды, егер бала спортпен айналысса, болды сол спорттан асырайды, ол уже чемпион, оған білімнің керек жоқ деген қағида бастарына әбден ұғып алған. Мына маған келеді ата-аналар, кейде отырады. Мен бірінші баладан сұраймын, сабағын қалай деп сұраймын. Сонда бала жауап бермейді, ата-анасы айтады, ой, спортпен айналысады ғой дейді. Мен айтамын, сіз қалай ойлайсыз? Ана төбеде отырған сізге уәде берді ме, балаңыз спорттан асырайды деп? Оны ешкім білмейді ғой ол. Сіз ертең не болатынын білмейсіз. Солай емес па? Вдруг енді айтқан жерден аулақ бір қол аяғынан бір зақым алып қалса, спорт қалады ғой. Немесе келген біздегі мысалы үшін 5 спортшының бәрі чемпион емес қой. Бәрі. Сондықтан да білімді соны өкінішке орай бізде орыс бөліміндегі оқитын жастар, осы қаланың балдары енді көпшілігінде мынау орыс бөліміндегілер негізі бізде былай элитный спорт дейміз ғой, жеңіл атлетика сияқты, жаңағы теннис, немесе суға жүзу, суға секіру деген сияқты спорттармен айналысады. Олардың сабаққа білімге көзқарасы басқаша жоғары. Міне бізде орыс қазақ группалары бар ғой. Мен соған қиналам. Неге біз сонымен кез келген жерде айтып жүремін осыны. Балдарға сабақ оқыту керек. Ата-ананың бірінші міндеті балаға білім. Мысалға өзіңіз қараңызшы, кейде бір жарысты жеңген біздің кейбір жастарға жаңа микрофон бергенде соған сөздің бас аяғын қосып айта алмайды. Сол арада ол біздің мақтаныш емес ол. Оның жеңгені мақтаныш. Бірақ ол баланың білімі, ой өрісінің жоғары болуы ол міндет. Біз соған біз қазір шамамыз келгенше соған көп көңіл бөлеміз. Әртүрлі осында жаңағы істер ұйымдастырып, жаңағы осы балдарға солардың өздеріне эссе жазғызып, емесе соларға сөйлеттіріп, үйрету жағына қолымыздан келгенше. Бірақ өкінішке орай біздің жастар көбінше жарыста жүреді ғой. Интернетқа шыдамай, тамағына бар ғой, бар. Иә, ойын тамақ десе енді вообще тамақ десе мен біздің ауылдың балдары таңертең каша жемейді ғой. Иә. Каша жемейді. Вот мен не істеймін? Мен айтам, кімде-кім каша жемейді, мен тамақтан алып тастаймын бір аптаға. Айтам, сенде бір апта жүріңдер, сонан кейін тасты жейсің жақсылап тұрып. Ақшаң болса жерден барып бір бөліп жейсің. Енді амал жоқ. Әртүрлі соны қолданам үйренді. Себебі калория бар ғой. Спортта көп терлейді балдар. Көп калория шығады. А бізде тамақ калориямен есептеледі. Мысалы үшін 4000 калория, 3500 калория, 5000 калория. Сол калория бойынша олар жеу керек. Таңертең бір жұмыртқа береді, жұмыртқа жеу керек. Кашаны бір күнде бір түрлі каша бермейді ғой. Бір күн күрішпен береді, бір күн перловкпен береді, бір күн тағы да сондай. Сондықтан бала жеу керек. Мен айтайын, күнде азында өзімізді ауылдың баласымыз ғой. Шай мен нан жеп үйреніп қалғанбыз. Содан артық істеме жоқ. Өзіңіздің отбасыңызда, немелеріңіздің арасында спортпен айналысатындар бар ма? Вот өкінішке орай жоқ. 5 немерем бар. Соның ішінде бірі бар, сәл өзі жақсы футбол ойнайтын еді. Бірақ оқу бітіріп келеткенде оқу нашарлап кеткеннен кейін мен ол бала осында Қазақстан өзіміздің құрама команда ойнап жүрді. 2 рет Қазақстанның чемпионы болды. Бірақ супер футболист емес та, жақсы футболист. Содан кейін мен айттым, балам, сен супер футболист болмағаннан кейін футболға кіре алмайсың. Есейгеннен кейін ол тіптен бөлек дүние. Себебі айттым ғой жаңа, ол ұжымдық ойын болғаннан кейін бәрі бір қатар болу керек. Сондықтан өзі жалқаулау, еркелеу. Мен айттым, болды, 10 сынып өттің, енді оқуға түсу керек деп, 10-11-ді жақсы оқып, қазір университетте оқиды, 2-ші курсқа өтті. Басқаларының ешқандай спортқа бағысы жоқ, қызығушылығы жоқ.
колледжге өзіңіздің таныстарыңыз менің балаларымды немесе жаңағы таныстарымды алшы деп келе ме? Келеді. Бізде енді сол комиссия, мен енді аса құмарлығым жоқ осындай неге. Мен балада жарамай тұрса, алма. Бірақ бірен саран біреу екеу кіріп кетеді енді ол. Енді оны білесіз қой, қандай жағдаймен кіріп кетеді. Көңіл жұтпас, енді біз адаппендеміз ғой. Ол енді мен оны мойындаймын. 2-3 спортсмен жүреді ондайлар. Ал енді оның қанша таланты бар. Енді өмір болғаннан кейін бар деп айтуымыз керек қой. Ол бірақ бір блатпен, бірдемемен деген жоқ. Құдайға шүкір, бізде балдарды қабылдау ол жаттықтырушылардың несінде. Мен өзім қатысып отырамын, еншісінде, содан кейін балалар. Себебі обал ғой.